Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 20 мамыр 2024 жыл Шымкент қаласы Абай ауданы, мынау Байтұрсынов көшесінің біткен жері. Осы жерге келіп, мынау дендросаябақ Байтұрсыновтың біткен жері мынау Байдала көшесі. Бұл Абай ауданының әкімшілігіне қарайды. Абай ауданының әкімшілігі. Бұл жердегі мәселе мынау Байдала көшесінің бойында шөп, талдардың өскендері, шөптер, жабайы шөптер, талдардың өскендері көшенің бәрін жауып тастаған. Мына көше, мына Байдаланың екінші жағы мынау. Осы мынау жаяу жүргіншілердің көшелері тазаланбаған. Мынандай жабайы шөптер өсіп кеткен. Бұл Абай ауданының әкімшілігі неге бұл мәселені бақылауға алмайды? Мына жерден саябақтан шыққан адамдар, жаяу жүргіншілердің жол таза болмағандықтан бұл жерден жаяу жүргіншілер жүре алмайды. Қазір біраз жердің талдардың өсіп кеткені, осыны Абай ауданының әкімшілігі неге қолға алмайды? Осы Абай ауданына жатады ғой. Мынау әкімшіліктің қызметкерлері, мына шөптердің бәрін қарасаңыздар, әлі орылмаған бұл шөптердің, бұл жерлерде бұны оқушы балдар жүреді, мектепке барады, мектептен қайтады, немесе саябаққа келеді. Осы шөптердің арасында әртүрлі жабайы аңдар болуы мүмкін, жәндіктер болуы мүмкін, жылан болуы мүмкін, шағып алуы мүмкін балдарды. Осы шөптер неге оталмайды? Абай ауданының әкімшілігі қайда қарап отыр? Осы мәселені қолға алмай. Мына саябақ қарасаңыздар, мынау тар жол өзі бөлек, өз алдына әңгіме де бұл тар жол. Бұл жерге, бұл тар жолда қарасаңыздар, екі машина әрең сияды. Ол тар жолдың әңгімесі бір бөлек. Мұны қарасаңыздар, жабайы шөптер өсіп, мынау ну орманға айналып кеткен. Кішкене жақынырақ көрсетейін мұны. Мына жерде екі машина әрең сияды. Мына жерде талдары қырқылмаған, оталмаған, ешнәрсе жасалмаған. Енді мынау өзі тар жолда, мына жер ну орман болып кеткен. Мынау жаяу жүргіншілердің шөптерінің несі, оталмаған шөптері. Абай ауданының әкімшілігінің назарына осы Байдала көшесі, мынау Байдала көшесі Абай ауданының әкімшілігіне қарасты болу керек. Бұның барлығы Шымкент қаласының әкімдігі, Абай ауданының әкімдігі осы мәселелерді қолға алу керек. Себебі мына жерде ертең әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін, экологиялық басқа да жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан дұрыстап мына шөптердің бәрін отап, жолдардың бәрін ашу керек. Осы көше Гүлмайса көшесімен де жалғасып кетеді. Гүлмайса көшесінде де жақсы жолдардың несі шеттерінде шөп басып кеткен. Мұны қазір көрсетейін жақсылап тұрып. Бұл үлкен мәселе тудырып отыр. Мынау жаяу жүргіншілер, мына жолдың тарлығы, мына жолдың тарлығын көріп отырсыздар. Екі машина әрең сияды, жаяу жүргіншілер балдардың жүруіне кішкене қауіп төндіреді. Сондықтан осы мәселені толық қолға алып, мына жолдың жиегіндегі шөптердің бәрін тазалап, мынау мегаполис деген атаққа лайықты етіп, осының бәрін қолға алу керек. Шымкент қаласы мегаполис деп айтқанымызбен, мына мегаполистің түрін қараңыздар. Бұл масқара жағдай ғой. Мынау адамдар демалуға саябаққа келген кезде мына жерде шөптің арасына жүреді. Бұл шөптің арасында әртүрлі қауіпті жәндіктер болуы мүмкін, жылан болуы мүмкін, әртүрлі жәндіктер болуы мүмкін. Көп қой қазір, бүрге болуы мүмкін, кене болуы мүмкін, әртүрлі жан-жануарлар осы балдардың жүрген жерлеріне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан мына жолдың бәрін ашып, мына шөптердің бәрін отап, тап-таза қылып, адам жүретін қалыпқа келтіру керек. Жолдың тарлығы ол өз алдына бір мәселе. Мына Байтұрсынов көшесі, біткен жері, Байтұрсыновтың біткен жері, мына Байдала көшесі. Құрметті Абай ауданының әкімшілігі осы мәселені толық қолға алып, назарға алып, жақын арада осының барлығын ретке келтіруіңізді сұраймыз, талап етеміз. Есімім Нақып Бақытжан, Шымкент қаласы. Мына қараңыздар.